Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге қазақ мифологиясында қандай кейіпкерлер болғанын айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Сіздермен бірге Біле жарнасы. Халқымыздың сан ғасырлық тұрмыс-тіршілігінен мәлімет беретін, ұлттық мәдениетіміздің деңгейін көрсететін асыл қазынамыздың бірі ол фольклордық мұрамыз. Оған терең бойлаған адам халық тарихынан мол мағлұмат алатыны сөзсіз. Адам баласының қоршаған ортаны тылсым күшке балап, одан туындаған қиялды көркем бейнеге айналдырып, шымбақ әлемнің құпиясын түсінуге тырысқан жанрды мифология деп атасақ болады. Миф дегеніміз адамзатты қоршаған орта туралы қорытқан ілімі, ежелгі адамзаттың қоғамдық санасына қоршаған ортаны түсінуге тырысқан ой жемісіне айналған миф қазіргі күнде ертегі сынды тәрбиелік маңызы бар үлкен өнегесі мол әдеби қазынаға саналады. Қазақ мифологиясында 40-тан астам кейіпкер бар. Олардың кейбірі қаскүнем болса, енді бірі жағымды образдар. Қазақтың мифті кейіпкерлері атты кітапта қазақ фольклораттарының мифті кейіпкерлерінің 6 түріне жіктеп көрсетілген. Тотемдік кейіпкерлер көк бөрі, көк өгіз, шамандық кейіпкерлер самұрық, бәйтерек, бақсы, демонологиялық кейіпкерлер албасты, жезтырнақ, жалмауыз, мыстан кемпір, пері, шайтан, жын, дию. Хтоникалық кейіпкерлер дәу қара, дәу, бір көзді дәу, шойынқұлақ, үш дәу, аю, дәу, алыптар, алаңғасарлар, арсалаң, толағай, есары, ұлтанғұл, ергежейлі, жарты құлақ, бойы бір қарыс, сасқалы, қыры қарыс, ілкі қаһармандар, сиқырлы көмекшілер, таусоғар, көл таусар, сақ құлақ, желаяқ, епті бірлер, қамбар ата, зеңгі баба, ойсыл, қара, сексек ата, шопан ата. Трансформацияланған кейіпкерлер қамбақ шал, тазша бала. Бұлардың арасында көк бөрі, көк өгіз, самұрық, бәйтерек сынды кейіпкерлері бейтарап біршама жағымды образдарда болса, демонологиялық кейіпкерлердің барлығы аты айтып тұрғандай жағымсыз, қаскөй келеді. Ал дәулерінің ішінде адам жейтін қара дәу және жалғыз көзді дәу, аю дәу, асқан күшті иесі шойынқұлақ жаман кейіпкерлер болса, үш дәу табиғатынан аңғал, алаңғасар келеді. Ешкімге зияны жоқ. Ал алыптар екі сипатта келеді. Бірі адам баласында көмектескіш, жақсылық ойлаушы жан болса, екіншісі төлей, күштің иесі, жамандық жолында жүруші. Мәселен, арсалаң мен алаңғасар табиғаттан қырсық болса, өте ақкөңіл, бала мінезді, ешкімнің көңілін қалдырмауға тырысатын аңғал кейіпкерлер. Қазақта арсалаң деген сөз ниеті таза, біраз ебедейсіздеу, қалпақтанған жарқын адамға айтылатыны содан. Тау көтерген толағай мен ірі тұлғалы алып күштің иесі Ерсардың әдебиеттегі образы батыр. Олар адамзат үшін жағымды кейіпкерлер. Ал алыптардың арасында ұлтанқұлдың бейнесі ұнамсыз. Алпамыс батыр жырында кездесетін кейіпкердің бет болмысы өте жеркенішті. Ергежейлі кейіпкерлердің арасында жарты құлақ өте елгезік, тапқыр бала, бірақ бойы бір ақ тұтам, ал бойы бір қарыс. Жарты құлаққа қарама-қарсы кейіпкер. Егер жарты құлақ адамзатқа пайдалы кейіпкер болса, бойы бір қарысты адам баласын тигізетін кесірі соншалық ауыр. Ал таусоғар, көл таусар, желаяқ, сақ құлақ, епті сынды адам баласына тигізетін кесірі соншалық ауыр. Ал таусоғар, көл таусар, желаяқ, сақ құлақ, епті сынды адам баласына жолдас болуға бейім келетін кейіпкерлер табиғатынан көмекші, қағылез, белгілі бір нақты қызметті атқарушы болып келеді. Тазша бала мен қамбақ шал адамзатқа аса зияны жоқ кейіпкерлер.